TikTok'ты қазақша тық-тық деп атауға болады ма? Ал Facebook'ты бет кітап десекші? Телеграмды жеделхат деуге қалай қарайсыз? Бұл атаулар заңға сай келеді ме? Әлде жай қазақша бейімдеу ме? Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен Оразалиева Айжан Жанарбекқызы. Бүгінгі шығарылымда әлеуметтік желілердің қазақша атаулары және олардың заң мәртебесі жайында сөз қозғайтын боламыз. Назардан тыс қалмаңыздар. Сонымен бейресми баламаларға келетін болсақ, Instagram сурет хат немесе жедел сурет, ал Facebook бет кітап, қоғам кітап, TikTok тық-тық немесе қысқа видео, Telegram жедел хат және онлайн хат, YouTube бейне арна, бейне мұрағат, Twitter шырыл және жедел ой. Осылай бейімдеп айту сіздерге қалай естіледі? 2023 жылғы онлайн платформалар туралы заңда платформалар қазақша интерфейс ұсынуға міндетті, қазақ тілінде контентті модернизациялау қажет деген болатын. Алайда атаулардың авторлық құқығы бар, бренд атаулары, сондықтан да оларды ресми түрде аудара алмаймыз. Ал қазақшалауға келетін болсақ, бұл жай ғана тілдік бейімдеу, заңға қайшы келмейді. Сіз қай баламаны қолданар едіңіз? TikTok па, әлде тық-тық па? Қазақша сөйлеу тілді дамытудың алғашқы қадамы. Пікірлеріңізбен бөлісіп, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.